Ассалаумағалейкум, ардақты әлеумет. Ақшам телеарнасының эфирінде 8 наурыз халықаралық әйелдер күніне орай арнайы шығарылым. Студияда мен Дәулет Сейітбеков. Өткен күннің өзекті мәселелері Ақшам телеарнасының тілшілері өздеріңізге ұсынады. Алдымен аңдатпаға зер салайық. Ұлытау облысы әкімінің салтанатты қабылдауы өтті. Жезқазған қаласының халықтар достығы мен мәдениет үйінде арулар асыл жандар атты мерекелік концерт өтті. Қазақмыс корпорациясының ардагері елдері құрметке бөленді. Қазақмыс Maintenance Services жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жезқазған сервис кәсіпорны мен Тау-кен шахта жабдықтар зауытының басшылығы кәсіпорында еңбек етіп жүрген нәзік жандыларды мерекемен құттықтады. Ұлытау облысында бірнеше күн қатарынан 8 наурыз халықаралық әйелдер күніне арналған мерекелік іс-шаралар ұйымдастырылуда. Бұл аймақ басшысының салтанатты қабылдауы, мерекелік концерттер, салтанатты жиындар, нәзік жандылардың мейрамына арналған іс-шаралардың барысын толығырақ арнамыздың тілшілері тарқатады. Кеше Байқоңыр қонақ үй бизнес кешенінің қабырғасында көктемнің шуақты мерекесі халықаралық әйелдер күніне орай Ұлытау облысы әкімінің салтанатты қабылдауы өтті. Оған облыстың барлық қалалары мен аудандарынан әр салада еңбек етіп жүрген 40 нәзік жандылар, сондай-ақ еңбек ардагерлері мен көп балалы аналар қатысты. Іс-шара шалқыма хореографиялық ансамблінің биімен ашылды. Алғашқы болып нәзік жандыларды аймақ басшысы құттықтады. Берік Әбдіғалиұлы әйелдер қауымына өскелең ұрпақты тәрбиелеуге және облыстың дамуына қосқан баға жетпес үлесі үшін алғысын білдірді. Бүкіл облыстың жігіттерінің атынан сіздерге шын жүректен осы мерекеңіз құтты болсын. Әрқайсыңызға, отбасыларыңызға молшылық, ырыс, береке тілеймін. Әрқашанда сіздер біздің қоғамның ұйытқысысыздар, білесіздер. Өйткені сіздерге әрбір еркектің көңіл күйі де сіздерге байланысты. Қазақта айтады ғой, абысын тату болса ас көп болады дегендей, мысалға ол сіздердің әйел жандардың бір-бірімен тіл табысы ол қоғамның тұрақсыздыққа әкеледі. Бір әулеттік емес, бүкіл қоғамды тұрақсыздыққа әкеледі. Сондықтан ең басты сіздердің көңіліңіз табуларың бұл біздің міндет, парыз. Қабылдауға қатысушылар үшін үлкен мерекелік концерттік бағдарлама дайындалды. Іс-шара соңында өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуына қосқан жеке үлесі және қоғамдық өмірге белсене ат салысқан үшін мереке иелеріне облыс әкімінің алғыс хаттары табыс етілді. Нәзік жандылар да өз кезегінде ұйымдастырушыларға сый құрмет үшін алғыстарын білдірді. Бүгінгі 8 наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Біріншіден аналарымыз аман болсын дейміз. Екіншіден, біз бүгін облыс әкімінің құттықтауындамыз. Облыс әкіміне көптен көп рахмет айтамыз. Осылай бізді құрметтеп, марапаттап жатқанына көптен көп рахмет. Мен өзім Мұхамеджанова Алмагүл Есенбайқызы боламын, Қаражал қаласынан. Мәдени сауық орталығында жұмыс істеймін. Мінекей жұмыс өтілі 20 жыл. Көп балалы анамын. Осылай аналарымыз аман болсын деймін. 8 наурыз мерекесі халықаралық әйелдер күні құтты болсын. Біздің облыста әйелдер қоғам өмірінде лайықты орын алу үшін ауқымды істер атқарылуда. Өңірде Самұрық Қазына Траст қорымен бірлесіп жүзеге асырылып жатқан табысты отбасы жобасы соның жарқын дәлелі. Өткен жылы грант алған 55 жас кәсіпкердің 32-сі кәсіпкер әйелдер. Бүгінде облыстың атқарушы билік органдарындағы әйелдердің үлесі 50,1%, ал басшылық лауазымдардағы әйелдердің үлесі 33,9% құрайды. Сондай-ақ әйелдер облыс әкімінің жастар кәсіпкерлігін қолдауға арналған гранттар конкурсының белсенді қатысушылары болып табылады. Нәзік жандыларға арналған тағы бір шара Ұлытау облысының орталығы Жезқазған қаласында орналасқан халықтар достығы мен мәдениет үйінде ұйымдастырылды. Арулар асыл жандар деп аталған мерекелік шараға қымбатты әжелер, аяулы аналар және түрлі саланың әйелдер қауымы шақырылды. Бұл күні жергілікті өнерпаздар өз өнерлерімен мереке иелеріне деген лебіздерін білдірді.
Салтанатты шараға жиналғандарды алғашқы болып облыс басшысы құттықтады. Өз сөзінде Берік Әбдіғалиұлы әйелдің қоғамдағы рөлінің маңыздылығын атап өтіп, 7 баланы өмірге әкелген бірнеше көп балалы ананы алтын алқамен марапаттады. Қазақстан Республикасы Президентінің 2022 жылғы 23 желтоқсандағы номері 64 жарлығына сәйкес Алла берген 3 ұл 4 қызым бар. Осылай облыстық ұлытау әкімінің өйстіп бізді құттықтап атқанына мың алғыс. Сәтпаев Жезқазған қаласындағы күллік аналарды ана мерекесімен құттықтаймын. Сіздерге де рахмет. Алланың нұры жаусын бәріңізге. Әдібаева Камшат Үсенқызы боламын. 7 балам бар. Үйде отырған анамын. Осы атамекен мемлекеттік бағдарламамен грант ұтып алып, үйде отырған төменшімін. Бүгінгі аналардың мерекесі құтты болсын, көктемнің алғашқы мерекесі. Бұдан әрі марапаттау рәсімін Жезқазған қаласының әкімі жалғастырды. Қайрат Шайжанов көп балалы 7 анаға күміс алқаны салтанатты түрде табыс етті. Қазақстан Республикасы Президентінің 2022 жылғы 21 қарашадағы номер 1079 жарлығы бойынша Күміс алқаның иегерімін. 6-7 бала тәрбиелеп отырмын. Барша аналарды осы 8 наурызбен құттықтаймын. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Осы аналарымыз осы ұрпақтарын көбейте берсін. Алтын алқа, күміс алқа ала беріңіздер. Осындай марапат шарасы одан әрі қазақстандық эстрада жұлдыздарының қатысуымен өткен мерекелік концертпен жалғасты. Мейірімділік пен сұлулықтың, даналықтың және рухани қуаттылықтың салтанат құрған күні аяулы аналар мен қыз келіншектер ерекше құрметке бөленді. Халықаралық әйелдер күніне арналған іс-шара Сәтпаев қаласының Бақдәулет мейрамханасында да өтті. Қазақмыс корпорациясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жанындағы ардагерлер кеңесінің Сәтпаев филиалының ұйымдастыруымен, кәсіпқорған салалық кәсіподағының қолдауымен өткен мерекелік кешке өндірісте көп жылдар бойы адал еңбек еткен 50-ге жуық ардагер әйел жиналды. Нәзік жандылар қауымын көктемнің шуақты мерекесімен Қазақмыс корпорациясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жанындағы ардагерлер кеңесінің Сәтпаев филиалының басшысы Абулай Исмуллаков құттықтады. Сіздердің мына наурыз айында келетін алғашқы мерекелеріңіз төл. Сол мерекелеріңіз құтты болсын. Бастарыңызға амандық тілеймін, дендеріне саулық. Үлкейген адамдарсыздар, жүректеріңізге иман байлығын тілеймін. Алла тағала Алланың берген жасын жасап кезінде ауырда аса қауіпті да еңбек етіп, міне енді зейнеткерге шығып, бейнеттің зейнетін көріп, немере шөберелерді бағып, мынау егеменді Қазақстанның өсіп келе жатқан өскелең ұрпаққа үлгі болып, сіздер бізге осындай әлемді жарықты сыйлаған аналарсыздар. Сондықтан басқа адамдардың орны бөлек, аналардың орны бөлек, сіздерге бас иемін. Еңбек ардагерлері өз кезегінде кәсіби өмірінен алған естеліктермен бөлісіп, осындай жоғары құрмет пен ықылас үшін ұйымдастырушыларға алғыстарын білдірді. Ал енді мен Қазақмысқа компаниясына рахмет айтқым келеді. Жыл сайын осындай мерекелерге бізді қалдырмай, ылғи шақырып, төрден орын беріп, ылғи осылай елеп, сондай құрмет көрсетіп жатыр. Қазақмыс десе, кәдімгі өзімнің бір төркінім сияқты менің. Сол Қазақмыста көзіміз ашылып, сондай жұмыс істеп, мінекей қазір пенсияға шығып, қазір осы еңбектің берген әйтеуір зейнетін көріп жатырмыз. Мен мынау шахтада подъемный машинеде шахтерлерді түсіріп шығаратын және кен шығаратын машинеде істедім.
содан пенсияға шықтым. Мерекелік іс-шара барысында жергілікті өнерпаздар ән мен безен шашу шашты. Барлық құттықтаулар, ақ тілектер мен жылы лебіздер әйелдер қауымына арналды. Салтанатты кездесуде еңбек ардагерлері де ән шырқап, би билеп, кештен көтеріңкі көңіл күймен тарқасты. Баршаңызға белгілі, күні ертең 8 наурыз халықаралық әйелдер күні аталып өтіледі. Осындай тамаша мереке қарсаңында Қазақмыс Maintenance Services жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жезқазған сервис кәсіпорны мен Тау-Кен шақты жабдықтар заводының басшылары бір қолмен бесікті, бір қолмен әлемді тербеткен аналарды мерекемен құттықтап арнайы марапаттарын табыстады. Аталмыш мерекелік басқосуға ерлер мен иық тірестіре еңбек етіп жүрген нәзік жандылар жиналды. Іс-шараның шымылдығы ер азаматтардың шын ниетімен әзірленген гүл шоқтарын табыстаумен түрілді. Алғашқы құттықтау сөз кезегі Жезқазған сервис кәсіпорнының директоры Владимир Бияйға берілді. Хочу поздравить вас с наступающим праздником. Барлық аналарды, қыз-келіншектерді шын жүрекпен сіздерді осы мерекемен құттықтаймын. Көктем мерекесі көңілдеріңізге қуаныш сыйлап, жүздеріңізге нұр шашсын. Әрқашан шаңырақтарыңызда береке болып, үйіңізден жақсылық кетпесін. Сіздерге зор денсаулық, мол бақыт, жанұяларыңызға береке, бірлік тілейміз. Салтанатты шарада нәзік жандыларға түрлі номинациядағы дипломдар, грамоталар, медальдар табысталып, ақшалар, сыйақылар берілді. Сондай-ақ жүрек жарды лебіздер айтылып, мерекелік әндер шырқалды. Келесі құттықтау сөз кезегі Қазақмыс Maintenance Services жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Тау-Кен шақты жабдықтар зауытының директорына ұсынылды. Көктемнің алғашқысымен 8 наурыз халықаралық әйелдер мейрамымен шын жүректен құттықтап, күлімдеген күндей нұрланып, шаттық пен қуанышқа бөленіп, береке бірліктің бастаушысы, игі істердің қостаушысы болып жүре беріңіздер. Бұл күні нәзік жандыларға айтылған ақ тілектер аз болған жоқ. Жезқазған сервис кәсіпорнының өндірістік бөлімінің бастығы Азамат Бакаров сөз алып, игілікті істердің басында ер азаматтармен бірге жауапты қызметтер атқарып жүрген нәзік жандылардың қоғамдағы рөліне тоқталды. Өз кезегінде кәсіпорында еңбек етіп жүрген нәзік жандылар да ұйымдастырушыларға ризашылықтарын білдіріп, алғыстарын жаудырды. Кәсіпқорған басшыларына рахмет айтам, өзіміздің профсоюзға рахмет айтам. Енді жүрген жерімізде еңбеккерлерге әрқашанда осындай ынталандырып, нетіп отса, әрқашан осындай міне жаңа концерттерін беріп жатыр, әрқашан көңілімізді көтеріп жатса, бізде де жұмысқа деген әрқашан қызығушылығымыз арта береді. Сол енді көп рахметімді айтам бәріне де. Мынау келіп жатқан 8 март аналар күнімен бәрінде құттықтаймын. Зор денсаулық тілеймін. Қажымас қайрат тілеймін, әрқашан биіктен жоғарыдан көріне берейік. Рахмет сіздерге, көп рахмет барлығыңызға. Құрметті ханымдар, аналар, тәккелер, қыздар, мынау алдағы келе жатқан 8 март мерекелерімен құттықтаймын. Әрқашында жүздерінен күлкі кетпесін. Қазақмыс Maintenance Service ұжымы, профсоюз, союз молодежі, барлығына алғышымыз шексіз, осындай жылдан жылға осындай мерекелік концерт ұйымдастырып, баршамыздың көңілімізді тауып, осындай жақсы шара өткізіп жатқанын бәрі жоғары деңгейде өтті. Алла разы болсын. Әрқашанда отбасыларыңызда, үйлеріңізде той көп болсын. Сіздерге көптен көп рахмет. Айта кетейік, аталмыш шараны ұйымдастырушылар Жезқазған сервис кәсіпорны мен кәсіподақ Тау-Кен жабдықтар зауытының кәсіподақ комитетінің, Кәсіпқорған кәсіподағы және жастар одағының шахталық жабдықтары, Қазақмыс Maintenance Services жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, жастар болашақ басшылығы. Айым Култаева, Төлеген Қалдыбай, Ақшам телеарнасы, Сәтбаев. Қымбатты көрермен, бүгінгі айтарымыз осы, алда орайы болжамы және орыс тіліндегі жаңалықтар. Осы мүмкіндікті пайдалана отырып, Ақшам телеарнасының ұжымы барша нәзік жандыларды 8 наурыз халықаралық әйелдер, арулар, нәзік жандылар күнімен шын жүректен құттықтайды. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, ымыра біршілік тілейміз. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.